Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге наурыз көженің қалай пісірілу керек екенін және де оның ішіне не салу керек екенін көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, егер де ұнап жатса, достарыңызбен менің сілтемемді бөліссеңіздер болады. Біздерге алдымен құрамына құрт, жүгері, кукуруз, кішіміш, айран және де күріш керек болады. Кішімішті ыссы суға салып бұқтырып аласыздар, күрішті ыссы суға салып жуып аласыздар, жүгерінде, ферлопкінде ыссы суға салып жуып аласыздар. Менде жүгері дайын түрі. Құртты сорпаға салып ертіп аламыз. Міне мен ыссы суға салып қойдым күрішті, ферлопканы ыссы суға салып қойдым оны да. Құрттың үстіне сорпа құйып жатырмын. Өз бабына түсіп, жұмсарып тұрады. Етім пісіп тұр. Суға салып, етті пісіріп аласыздар алдымен. Ферлопканы салып жібердім. Одан кейін күрішті салдым. Ферлопканы бір қайнатып алдым. Одан кейін күріш салдым, күрішті де 15 минуттай қайнатып, содан кейін кішімішін, одан кейін кукурузын, айранды, бұл менде қолдың айраны, құртымды, қолдан жасалған үйдің құрты, етім қатты тұздалғандықтан, құрттың дәмі ащы болғандықтан көп тұз салмадым. Сіздер енді өздеріңіз дәміне қарай саласыздар. Менікі барлығы пісіп дайын болды. Мінекей өте әдемі наурыз көжеміз, дәмі сондай тәтті. Жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, көргендеріңізге рахмет. Әрдайым менің каналымды қарауды және де қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.